Айнакөлге сапарға шықтық. 25 май 2025 жыл. Шамамен бір жарты сағат жылжып келе жатырмыз. Әлі сәл ұзақтау. Әдемі көріністер көп мына жерде. Табиғатқа қызығып қарап келе жатырмыз. Суырлар өте көп екен. Біз Таназанмен шықтық. Көптеген суырларды көрдік жолда. Таназанмен шыққан себептен суырларды көп көрдік. Жалпы табиғатқа тамсанып, мына жерде жолда рахаттанып кеттік. Жақсы жер екен. Баруға сіздерге кеңес берем. Мына жерде суырдың ұясына қарап отырдым да, бәлкім басын шығарып қалама деген үмітпен қарап тұрған ғой, шығармады бірақ. Міне жолда тағы да кездесті суыр. Қарап қоямыз. Шықпайды екен бірақ. Алыстан көріп отырдық. Кейбірлерін сәл жақыннан көрдік. Өте көп мөлшерде суырды көрдік. Қызық екен суырды жолда көрген. Табиғаттың тамашалығы ғой енді. Мына Айнакөлден сәл ары жүрсеңіз, тағы да осындай майда-майда көлдері бар екен. Әр анандай шұңқыр жерлерден осындай бір-біреуден шығып отырады. Біреу сәл кіші, біреу сәл үлкендеу болып. Бастап кетті уже. Бірақ біз ары қарай көп жүрмедік. Сәл бір 2-3-еуін ғана көрдік болды. Еркелеп, ойнап тұрған кезім ғана, қуанып. Мықты жер енді, кеңес берем барлықтарыңызға баруға. Міне балдармен ойнап, күліп, рахаттанып отырмыз. Жолдас балдар болып шықтық. Айнакөлдің сұлулығы тамаша екен. Шомылдық. Шомыл енді бөлек қой. Котя кетті. Басың батырсай, Котя. Ерен біз кеттіңдер ғой. Былай қарайсың. Аналар не істеп жүр? Көрермендердің көзінше міне. Давай, ерке ары қарай келсейші. Өтірік шоғып жатыр, на екеуге. Мәшін түскенде. Аналар слабый ғой. Айнакөлге кірікпеген кезде міне осындай көріністен басталады. Біз азанмен ең бірінші болып келе жатырмыз ғой десек, түнде таң азанға қарай мына кісілер ерте шығып қойған екен. Кесек осы кісілер жүр екен осы жақта. Айнакөл енді ой әшейін. Көздің тамашалығына. Үйден алып шыққан жұмыртқаны жеп отырмыз. Кішкене жүрек жалғап алдық. Таудың үстінен жерді түсіріп тұрған сияқты түсіп жатыр. Жана баберларың жынды ғой. Айнакөл сен айтшы, аққу көл мен айтшы, Айнакөл сен айтшы.
Қайтқан кезімізде балдармен ойнап, доп теуіп, күліп ойнап, осылай күліп рахаттанып жақсы бір сезімдерді сезініп осы жерлерде қайтуға дайындалып өзімізбен бірге Kaçıp ketdi. кешке қарай қайтатын уақыт ыңғайланып қалған кезде адам көп екен ұқсайды. Жалпы өте қызық болды.